Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын рогаликенің жасау жолымен бөлісетін боламын. Егер видеом қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Рогаликенің қамырын дайындау үшін бізге 1 кесе сүт, 1 кесе қатық қажет. Оның үстіне 1 жұмыртқаны жарып, араластырамыз. Оның үстіне сұйық май құямыз, 2 ас қасық қант, шым тұз және 1 ас қасық ашытқы саламыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Құрметті достар, менің басқа да видеоларымды көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Енді керегенше ұн салып, жұмсақ әрі қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді жылы жерге көтерілгенше шамамен 1 сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 4 бөлікке бөлдім және әрқайсысын әдемілеп осылай дөңгелектеп алдым. Көлемін де санын да өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Енді әр қамырды осылай оқтаумен дөңгелетіп жайып аламыз және бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөліп шықтым. Әр бөлікке мен алмадан жасалынған вареньені салдым. Сіздер кез келген варенье түрін болсын, шоколад болсын, мак болсын, қосып жасасаңыздар болады. Тіптен ештеңе салмай-ақ өзін осылай видеодағыдай етіп орап шықсаңыздар болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Егер видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді рогаликеміз дайын болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Рогаликеді пісірмес бұрын жұмыртқаның сарысын жағып пісіріп алсаңыздар да болады, немесе мен секілді піскеннен кейін осылай қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.